Сәлем достар, сіздермен Айнагүл. Бүгін съемға қосылған кеш дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Лайк басып менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал онда кеттік. Бізге қажетті ингредиенттер менің видеоның астында описаниеда жазылған. Мөлшерін бәрін сол жерден қарап алсаңыздар болады. Онда алдымен қамырын дайындаймыз. Бізге ұн, сары май, қаймақ, шым-шым тұз, жұмыртқа қосып, песочный қамыр дайындап аламыз. Қамырымыз дайын болды. Осы қамырды енді тоңазытқышқа салып, салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге кілегей қажет болады, қаймақ, жұмыртқа және ірімшік қосып араластырып аламыз. Салмамыз дайын, енді қамырымызды жаямыз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай жұмсақ болуы қажет. Жақсылап жаямыз. Шамамен 0,5-1 сантиметрдей болады қалыңдығы. Жайып, енді оны формамызға саламыз. Қолымызбен басып, бірдей қылып салып шығамыз. Енді ішіне салмасын саламыз. Алдымен балықты бір келкі етіп салып шығамыз. Балықтың орнына сіздер тауықтың төс етін қолдансаңыздар болады. 4 бұрышты қылып туралған балықты саламыз. Үстіне кілегейлі салмамызды құямыз. Және өздеріңіздің қалауыңыз бойынша көкөністер салуға болады. Мен өзіме қызанақ, тәтті бұрыш және брокколи алып, бетіне ас көк сеуіп, және осы дайын болған кешті 180 градуста 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей біздің кешіміз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді. Сіздер де дайындап көруге кеңес беремін.